Саламатсыздарбы, құрметті әріптестер. Бүгінгі логистика және көлік академиясының Алматы колледжіндегі педагогикалық тәжірибе тарату туралы вебинарымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі вебинарда біздегі мақсатымыз, яғни вебинардың мақсаты педагогтердің кәсіби шеберлігін арттыру, білім беру үдерісін жетілдіруге бағытталған озық тәжірибелерді ортаға салу және оларды оқу тәрбие жүйесіне енгізу жолдарын қарастыру болып табылады. Бүгінгі вебинарымызда біздің ұлағатты ұстазымыз, колледждегі тәжірибесі мол ұстазымыз Қадырова Кенжегүл Әбденқызы өзінің авторлық бағдарламасымен сіздерді таныстырады. Сөз кезегін Кенжегүл апайымызға берейін. Айта қойыңыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Оқу жылының аяқталар қарбалас уақытта аз ғана уақыт бөліп біздің семинарымызға келгендеріңізге үлкен рахметімді айтқым келеді алдын ала. Менің алаштану деп аталатын бұл курсым негізі 2017 жылы Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің 100 жылдық мерейтойы қарсаңында аталып өтілген шара болатын. Сонда мен алғаш рет осы тақырыпты бастап қолыма алдым. Содан бергі уақытта зерделеп келемін. Әрине бәріңіз білесіздер, алаш тақырыбы 70 жылдан астам уақыт бойы жабық тақырып болып келді. Тек тәуелсіздіктің қарсаңында 1988 жылдан бастап жұмыс жасай бастаған әділет тарихи ерікті ағартушылық қоғамының бастамасыменен Алаш қозғалысы, Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің мүшелерінің қоғам алдында, халық алдында жазықсыз екендігі ақталуға тиісті деп үкіметке ұсыныс беріліп, нәтижесінде Алашорда үкімет мүшелері мен партия мүшелері ақталды. Яғни тарих өзінің шындықтың бетін ашты десек болады. Сол уақыттан бастап Қазақстан тәуелсіз тарихының көшбасшысы болған марқұм Манаш Қабашұлы Қозыбаев ағамыз, ұстазымыз біздің. Сондай-ақ Талас Омарбеков, Мәмбет Қойгелдиев сияқты мықты тарихшыларымыз осы тақырыппен айналысып келеді. Қазақ тарихының ақтаңдақ беттерінің ішінде осы мен қозғап отырған алаш тарихы ойып орын алуға тиісті тақырып деп ойлаймын. Оның үстіне соңғы жылдары техникалық білім беретін арнаулы орта оқу орындарында отандық тарихтың сағаты қысқартылып келеді. Сондықтан алаш тарихына бір сабақтан артық уақыт арнай алмаймыз. Сол себепті өзімнің осы зерттеп келе жатқан тақырыбым бойынша жоғарғы орта мектептердің жоғарғы сынып оқушыларына және арнаулы орта оқу орындарының, яғни колледждердің бірінші курс студенттеріне алаштану деп аталатын осы факультативтік курсты жоспарлап жобаладым. Бұл менің өзімнің тікелей шығармашылықпен айналысқан кездегі шығарған жұмысым. Қазір авторлық сертификат алып отырмын, таныстырылым жасап жатырмыз. Мінекей сіздердің алдарыңызда. Болашақта ұлтымыздың, оның ішінде жастардың бір қадесіне жарап, алаш тарихымен танысып, ұлтжандылық пен отансүйгіштікке тәрбиелеуде мысқалдай болса да үлес қосса, мен өзімнің мақсатыма жеттім деп есептеймін. Негізінен осы бағдарламаға дейін мен 2023 жылы авиация колледжінде өткен Ахмет Байтұрсынұлына қатысты конференцияда ғылыми теориялық менің студенттерім баяндама жасап, дәрежелі дипломдармен наградталды, марапатталды. Яғни бірізділікпен осы тақырыптың төңірегінде өз студенттеріммен бірге жұмыс жасап келемін. Менің ұсынып отырған бағдарламам, факультативтік курс бағдарламасы негізінен 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім Алаш партиясының тарихы және алаш қайраткерлері деп аталады. Екінші бөлім Алашорда және кеңес өкіметі. Үшінші бөлім тәуелсіз Қазақстан және алаш тарихы деген 3 бөлімнен тұрады. Төртінші бөлімде курсты аяқтауға арналған сабақтардың үлгі тақырыптары берілген. Осы тақырыптардың нәтижесінде мен өзімнің сабақ беретін группамда алаш идеясының ұлттық тұжырымдамалық негіздері деген тақырыпта сабақта өттім. Оқушылардың, студенттердің қызығушылығы өте жақсы. Сонымен қатар осы сабақты өткізу барысында соңғы уақытта жазылған еңбектермен қатар өзімнің жеке архивімдегі
осыдан 20-25 жыл бұрынғы жарияланған бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде әрине Жас Алаш газетінде, Айқын газетінде жарияланған тарихшылар менен тарихқа қызығушылығы бар азаматтардың жазған материалдарын да пайдаланамын. Интернет материалдарымен салыстырып көріп, ішінен 100% шындыққа жақынырақ деген, әрине тарихта енді көп нұсқалық болатын бәріңіз білесіздер. Соған қарамастан барлығында шынайылыққа жақын беруге тырысамын. Соңғы уақытта мынау Қазақстан ұлттық телеарнасы үлкен жұмыс атқарып отыр. 2021-23 жылдары режиссер Мұрат Есжановтың Ахмет ұлт ұстазы атты екінші фильм, Міржақыптың Оян қазақ деп аталатын фильмдері жарыққа шықты. Сабақ барысында мен осы фильмдерді студенттердің назарына ұсынамын. Әрине бір 90 минут бойы сабақты беріп, сабақтың өн бойында фильм көрсетпейміз. Мұғалімнің өзінің сабақ барысында, жоспардың барысында қай жерде эпизодты қалай ұсыну қажеттігін алдын ала жоспарлап қоятын бәріңіз де білесіздер. Нәтижесінде бұл студенттердің қызығушылығын тудырып отыр. Қазір сол өзім өткен сабақтың бір эпизодын егер сіздер уақыттарыңыз болса, соны айтып жіберейін. Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері деген тақырыпта өткізілді 9 ел 24-1К, 2К, 3К студенттеріне. Бұл тақырыпта ең басында үй тапсырмасы мынау қазақ ағартушыларының 19 ғасырдағы қоғамдық саяси көзқарастары болатын. Сол тақырыптар бойынша үй тапсырмасын сұрадым. Абайдың қара сөздері мен өлең сөзін жатқа оқу берілген. Шоқан Уәлихановтың сот реформасы туралы хат деген еңбегін конспект жасауға бергенмін. Және Ыбырай Алтынсариннің балалар хрестоматиясынан өздеріне таңдау бойынша бір мысалдың мазмұнын айту берілген. Ерлен ағай бірдеңе айтып кетті. Үй тапсырмасын сұрап болғаннан кейін осы бүгінгі тақырыпқа өтеміз. Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері тақырыбына өтер басында бірінші ұлттық зиялы қауымға қатысты анықтама береміз. Бұл тұтас Түркістан идеясының авторы Мұстафа Шоқайдың еңбектерінде көрсетілген. Зиялы қауымға кім жататындығы туралы балаларға түсінік береміз. Әдетте жалпы енді біздің колледж студенттері бұлар жеткіншек буын болған жастар болғандықтан әрбір сабағымда мен тақырып бойынша олардың ой пікірлерін біліп отыруға тырысамын. Тақырыпты ұсынып отырған үлгі тақырыпты бергеннен соң сіздердің осы тақырып бойынша, осы ұсынып отырған сұрақ бойынша өз пікірлеріңіз деп олардан сұрап аламын. Сонда бір қуанарлық жағдай, барлығы да Алаш десе, Алаш партиясы десе, онымен баламалы түрде Әлихан Бөкейхановтың есімін қоса айтатындығы. Яғни біздің жастарымыздың ойында, жастарымыздың санасында Алаш туралы мүлдем түсінік жоқ деп айта алмаймыз. Біздің мақсатымыз сол түсінікті кеңейтіп, тереңдетіп, оларды ұлтжандылық пен отансүйгіштікке тәрбиелеу, өткеннен сабақ алу, оларды болашақта тәуелсіз Қазақстанның гүлдеп өркендеуі жолында сол алаш қайраткерлері сияқты еңбек етуге тәрбиелеу, еңбек етуге ұмтылдыру болып табылады. Тақырыптың барысында біз екінші 20 ғасырдың басындағы қоғамдық саяси ахуал, әлеуметтік экономикалық ахуал туралы өткен тақырыптармен байланыстырып сұраймыз. Студенттермен диалог құра отырып 235 беттегі схеманы толтырамыз. Бұл біздің пайдаланып отырғанымыз, ескертіп айта кетейін, Жандосованың 10-11 сыныптарға арналған оқулығының 2 бөлімі. Осындай аудиторияда жұмыс жасалады. Содан кейін барып сабақтың негізгі бөліміне өтеміз. Бұл жерде көрсетілгендей тақырыпшалардың өзі бөлініп көрсетіліп тұр. Бірінші, Әлихан Бөкейхановтың либерал-демократиялық бағыттағы қызметі, кадет партиясынан шығып, елге оралғаннан кейін екі төңкерістің арасында өзіміздің ұлттық, яғни таза нағыз қазақтық ұлттық партияны құру жолында жүргізген жұмыстарына орын берілген. Ол туралы айтып өтеміз. Ал осы партияны құру жолында ең бірінші себепкер болған, бұл әрине дәнекер болған, халықтың ой санасын, көкірек көзін ашуға барынша көмектескен бұл Қазақ газеті. Бұл ретте қазақ тіл білімінің негізін салушы, ағартушы ғалым ұстаз Ахмет Байтұрсұлының орны өте ерекше. Оқулықта да солай көрсетілген. Сондықтан оқушыларға
қазақ газетінің шығуы туралы айта отырып, дәл осы жерде жаңа өзім айтып өткен режиссер Мұрат Есжанов қойған Ахмет ұлт ұстазы фильмінен үзінді көрсетіледі. Дәл Ахмет Байтұрсыновтың өзінің серіктесімен бірге ел аралап қазақ бай шонжарларынан газетті шығару үшін қаражат жинаған кезіндегі олардың көзқарастары, олардың газет шығаруға құлықсыз болғандығы, тіпті қорыққандығы да қарқаралы петициясындағыдай дүрбелең туып кетпейді ме, жазалау болып кетпейді ме деп қорқатын тұсы бар. Осыны 3 минут, 2-3 минут көрсеттім. Содан кейін балалармен пікір алмасу жүргізілді. Әрі қарай партияның құрылғандығы жолы 1917 жылғы шілдедегі және партиядан Алаш Орда үкіметі құрылған 17 жылдың соңындағы желтоқсандағы Алаш Орда ұлттық үкіметінің құрылуына дейін әкеп тіреміз. Сабақтың барысында біз міндетті түрде оқушылармен пікір алмасу жүргізіп отырдық. Сондай-ақ осы тақырыпта қазақ елінің тұңғыш жарғысын яки конституциясын жазған білікті заңгер Барлыбек Сырттанов жөнінде де, оның концепциялары жөнінде де тақырып берілген. Сондықтан мен студенттерден Әлихан Бөкейхановтың Алаш партиясы менен Сырттановтың қазақ елі жарғысының арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды ажыратуды сұрадым. Ол үшін әуелі өзім ауызша баяндағаннан басқа оқулықта көрсетілген материалды және интернет материалдарын қоса отырып, өздерінің пікірлерін айтуды сұрадым. Біздің студенттеріміз интернет материалдарын пайдаланып өте жақсы жауап бере алды. Сабақты 3 қадымды сұхбат тәсілімен аяқтадым. Сондай-ақ үйге тапсырма ретінде Алаш Орда үкіметінің батыс бөлімшесінің төрағасы Халел Досмұхамбетовтың, сіздер білесіздер, ағайынды Жаһанша және Халел Досмұхамбетовтер Алаштың ең мықты мүшелері болып қана қойған жоқ, көшбасшы азаматтар болды. Мынау Халел Досмұхамбетовтың хаттарының біреуін үзіндіге балаларға оқып бердім, соны сіздерге бір ауыз айтып өтейін, бір ауыз ғана, уақыттарыңызды алмайын. Бір кезде дүние жүзінде алдыңғы қатарлы құрметті орындардың бірін алады деп қазақ елін айтып отыр. Ол екінші Жапонияға айналады дейді. Міне осындай хаттарды конспект жасап, осы Досмұхамбетовтың хатын және Бөкейхановтың ұлт жанашы ретінде, ұлт жанды азамат ретінде барлық уақытта айтып кеткен керемет сөздері бар. Сабағымның соңында мен Әлихан Бөкейхановтың мына бір сөзімен аяқтадым. Әр ұрпақ өзіне артылған жүкті жетер жеріне апарып тастағаны дұрыс. Әйтпегенде болашақ ұрпағымызға аса көп жүк қалдырып кетеміз. Кейінгі ұрпақ не алғыс, не қарғыс беретін алдымызда зор шарар бар. Бұдан артық, осындай ұлыларымыздан артық біз жеткізе алмаймыз. Десе де, қал қадарымызша Әлихан Бөкейханов сияқты ұлт ұстазының, ұлт қайраткерінің аманатын біршама орындап жүрміз деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Өткізілген таныстырылым бойынша сұрақтарыңыз болса, жауап беруге мен әрине дайынмын. Үлкен рахмет, тағы да рахмет айтамын. Апайға сұрақтарыңыз болса, айтатын пікірлеріңіз болса. Ерлан ағай, естіп тұрсыз ба бізді? Ерлан ағай міндетті түрде. Кенжегүл апай, сізге көп рахмет. Әрине бастан аяқ мұқият тыңдап, қазір қорытып отырмыз. Жаңағы сіздің айтқаныңыз бойынша мынау алаштардың бізде енді қалай айтсақ болады, бізде әдебиетпен әрине мынау тікелей байланысты ғой тарих. Біз енді көбінесе тарихтан өткен бүкіл алаштықтарды бізді әдебиетте де өтеміз деген сияқты. Яғни оның ішінде жаңағы біздің үлкен ғұламалы даналарымыз бар, ұлы тұлғаларымыз бар деген сияқты. Енді бұл енді алаштыққа келетін болсақ, әрине бізде қазір мектеп бағдарламасында өте кемде кем дүние деп айтсақ та болады, аз бұндай бағдарламалар. Бұл алаштықтар туралы деп айтсам да болады. Көбінесе мынау зиялыларды мысал үшін. Яғни бізде кезінде кеңес дәуірінде біз өзіміз оқыған кезде, әрине бұл Қазақстан тарихы бізде болған жоқ. Ол кезде бізде дүниежүзілік тарих деген болды. Сосын орта ғасыр тарих деген болды. Бірақ та бізде көптеген алаштықтарды бізде жасырын құпиялы түрде ұстаған болатын.
Бірақ та қазіргі таңда мен айтайын деп отырғаным, әрине біз енді басқашымен жауап бермеймін. Өз басым бұл тақырыпты мен көтерген болатынмын, жазғанда болатынбыз. Яғни жаңағы осы мектеп бағдарламасында көптеген осы біздің ұлы тұлға, осы алаштықтардың, яғни біздің қазақтың батырлары деп айтсақ та болады, жандарын қиып, осы біз қазақ ұлт үшін, қазақ тілі үшін, қазақтың жері үшін, қазақтың әрбір құндылығы үшін жандарын қиып кеткен осы ағаларымыз үшін әрине мен жазған болатынмын, бірақ та жауап жоқ. Бұл жайында айтатын болсақ, әрине мен өзім қазір мектепте осы 1 жыл болды істеп жүрген. Мен сондай тарихшылармен сөйлескен кезде мен нелерін қарадым, тақырыптарын, қарным ашыды, шыны керек. Бүкіл тақырыптарды да қарадым, біразын оқыдым да, өте қарным ашыды. Қазір бұдан кейін бізде ұлттық тәрбие болмаса, жаңағы біздің болашақты ұлтқа тәрбиелеу деген ешқандай бір мен не көріп тұрған жоқпын да, болашақтың бір жарқынын көріп тұрған жоқпын. Яғни бізде қазір көбінесе осы ұлтқа байланысты үлкен тақырыптар қозғағанымыз дұрыс. Ол тек қана мектеппен ғана шектелмейді. Яғни осы колледж, университеттегі оқитын студенттердің бәріне бұл туралы тақырыпты көп қозғау керек. Бар айтарым осы, сіздерге де көп рахмет. Уақыттарыңызды алып жатсам, кешірім өтінемін. Кенжегүл апай, сізге де еңбегіңіздің жемісін көріңіз, мәртебеңіз өсе берсін, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Рахмет сізге. Рахмет. Әмин, айтқаныңыз келсін. Тағы да айтатын пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, әріптестер. Мен жаңа бір нәрсені айтып Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен мына жерде Кенжегүл апайымыздың әдістемелік оқулығын түгел тыңдап шықтым. Енді бұл жерде ұлы тұлғаларды таныту, оларды дәріптеу арқылы студенттерді ұлтжандылыққа тәрбиелеу бойынша маңызы зор оқулықтардың бірі деп есептеймін. Сондықтан Кенжегүл апай, сізге алдағы жұмыстарда сәттілік тілеймін. Барлығы түсінікті, айқын, дәлелді түрде жеткізілді. Рахмет сізге көп. Сізге рахмет. Гүлнұр апай, Осы Кенжегүл апай, бір сұрақ болса бола ма сізге? Әрине. Осы былай негізі мына Байтұрсынов болмаса да басқа да біздің осы жаңағы алаш нелеріне, мысалы үшін мына мұражайларға бара ма балалар, негізі студенттер? Өте орынды сұрақ деп есептеймін, Ерлан ағай. Енді арнайы алаш қайраткерлерінің мұражайына бару деген барып жатқан өзім естіп көрген жоқпын. Бірақ биылғы оқу жылында 1-ші курс студенттері осы қаламыздағы орталық мұражайға барды. Барлық группалар барды. Енді осы мұражайлардың ішінде арнайы бір бұрыштар, жеке болмағанмен бір нелер бар, қалай деп айтсам болады. Арнайы үлкен зал арналмаған мен барған мұражайда. Бір ғана уголоктар ғана тұр. Әрқайсысына жеке барған жоқ. Мен сіздің сұрағыңыздың алдында ғана Гүлнұрға айтып отырған курсты аяқтау формасы дегенді ұмытып кетіппін. Бұл менің мына факультативті курстың жоспарының ішінде бар. Есіме жақсы салдыңыз. Мысалы, курсты аяқтаған кезде тест тапсырмаларын орындау, сынақ алу деген бір жұмыстың түрі, ғылыми жобаларды қорғау, рефераттар дайындау деген бар. Мұражайларға саяхат сабақ түрінде аяқтауға болады деп жазып қойғанмын. Өзімнің планымда бар дүние. Бірақ шыны керек, мен осы уақытқа дейін балаларды алаш қайраткерлерінің аталмыш, мысалы енді қаламызда бар ғой, Байтұрсыновтың тұрған үйі бар, газет енді Орынборда шықты, алаштың орталығы Семей қаласы болды. Ондай алыс жақтарға барып көрген жоқ, дегенмен қаламыздағы алашқа қатысты орындарға, тарихи орындарға бару жоспарымызда бар. Сондықтан мына жерде жазып қойған, мінекей, мұражайларға саяхат сабақ түрінде аяқтауға болады. Рефераттар жазуға болады, дөңгелек үстел өткізуге болады. Мен бұл жерде дайын тақырыптар бөліп отырмын. Әлихан Бөкейханов теңдік туын көтерген алаш көсемі деген тақырыпта. Қошке Кемеңгеров алаш зиялысы, қоғам қайраткері деген тақырыпта. Ахмет ұлт ұстазы деген тақырыпта. Дөңгелек үстел, дебат өткізуге болады, мұражайларға баруға болады және көрме ұйымдастыруға болады деп тарихшы әріптестеріме ұсынып отырмын темаларын.
осындай тақырыптармен дәл осындай жұмыстарменен аяқтасақ, бұл студенттердің зердесінде ұзақ уақыт сақталады ғой деп ойлаймын. Ойды ой қозғайды дегендей, бұны жазып қойған, бірақ айтпай кетіппін. Сіздің сұрағыңыздың алдында ғана Гүлнұрге мен бір нәрсе айтсам бола ма деп отырғаным осы еді. Үлкен рахмет сізге. Қазақ тілі Жақсы, мен жақсы. әдебиеті де, тарихы да бір-бірімен жаңағы Ұштасып жатады, үйлесіп. ұштасып құстың қос қанаты сияқты дүние ғой. Әдебиетсіз, тілсіз біз тарихты айта алмаймыз. Тарих та сол. Ахмет атамыз айтқандай, халықтың көзі, құлағы һәм тілі болған газетке осы тіл менен тарихқа қатысты емес пе? Сондықтан мен ойлаймын, біз бірлесіп жұмыс жасасақ жақсы болар еді. Алдыңғы жылы Раушан апай екеуміз бір тақырып өткенбіз, кіріктірілген сабақ. Болашақта мінекей Венера апаймен сізбен бірлесіп колледжде дәл осы алаш қайраткерлеріне қатысты бір студенттерге үлкен іс-шара жасасақ оң болар еді. 2027 жылы 110 жылдық келе жатыр. Иә. 5 томдық үлкен алаш энциклопедиясы жарық көріп жатыр. Бұның барлығы үлкен серпілісті тудырады, бірақ жастарға шынайы бір серпіліс бердіретін, түртпектеп отырып оятатын қазіргі 21 ғасырдың міржақыптары керек болып тұр. Жақсы, рахмет апай. Сіздерге де қатысқандарыңыз үшін, пікірлеріңізді айтып, бөліскендеріңіз үшін үлкен рахмет айтамын. Осымен тәжірибе тарату вебинарымызды жабық деп жариялаймыз. Рахмет. Жақсы, аман есен болыңыздар. Сау Қатысқандарыңыз болыңыздар. үшін Жақсы. үлкен рахмет. Сау Аман болыңыздар. болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Ой.